Әлі күнге дейін ұмыта алмай жүрмін. Ішіме сыймай өзіме жұтып келгенмен, бәрібір бір күні жарылады екенсің ғой. Сол түні мен жездеммен еріксіз қосылғанымды ешкімге айтпаймын деген едім. Бірақ жүрегім шыдамай барады. Осы парақша арқылы ішімдегіні сыртқа шығарып, ауыр құпияммен бөлісіп, жаным жеңілдеп қалғандай болдым. Кім біледі, бәлкім бұл менің ең үлкен күнәмді де, ең ауыр жүгімді жеңілдетер жалғыз жолым шығар. Менің әкем ерте кеткен. Өзім ауылдың қарапайым қызымын. Апам қалада тұрады, жездем бар. Саған әке орнына жүреді дейтін анам. Жездем үнемі тәтті келеді, кішкентай балдызым дейді. Сабағыңды жақсы оқы дейді. Мен оны шынымен әкемдей көрдім. Ол кезде мен 14 жаста едім. Апам босанып ауылға кетті. Жездем мені сен үйді жинап бересің ғой деп қалада қалдырды. Алғашқы күндері бәрі дұрыс еді. Бір күні жездем кешкісін ішіп келді. Балдызым, бері келші деді. Неге дедім. Құшақтайыншы, сағындым деді. Әкем де адам ғой деп ойладым. Қасына бардым. Ол құшағына қысып алды. Біртүрлі ыңғайсыз болды. Сол түні мен өз бөлмеме кеттім. Ұйықтап жатқанда есік сықырлады. Жездем кіріп келді. Қорықпа, сені жақсы көремін деді. Мен шошып ояндым. Шықшы дедім. Ол жақындады да қолымнан ұстап көрпемді көтерді. Қыздың қолы қандай жұмсақ деді. Дірілдеп кеттім. Сол түні ештеңе болмады, бірақ менің ішімде қаш деген ой келді. Ертеңіне апама хабарластым. Қалайсың деді. Жақсы дедім. Айтайын дедім. Аузыма сөз түспеді. Жездем не деді десе не айтам? Өзіңнен көр десеше. Қорықтым. Тұтқаны қойып еңгіредім. Әпкем мені құтқара алмайды деген ой мені тұншықтырды. Бір аптадан кейін жездем тағы да ішіп келді. Мен бөлмемді іштен іліп алдым. Есік қатты қағылды. Аш, әйтпесе әпкеңе өзіңді жаман қылып айтамын деді. Мен қорықтым. Аштым. Ол мені кереуетке итеріп жатқызды. Қарсы шықсаң жұрттың алдында шығарамын деді. Сөйтіп мен еріксіз көндім. Жылағаным өзіме ғана естілді. Бір рет болды, бәрі бітті дедім ішімнен. Жоқ екен. Жездем мені қайта-қайта қорқыта бастады. Сен мені өзің қалап қосылдың деді. Айтсақ ешкім сенбейді. Қыз өзінен көрінеді дейді. Мен үндемедім. Үндемеген сайын жүрегім өліп бардыр. Ақыры шыдамадым. Әпкем ауылдан келгенде бәрін айттым. Жездем, ол дедім жылап. Апамның көзі алайды. Әпкемнің көзі алайды. Ұят, сөйлеме деді. Шынымен, ол мені мәжбүрледі дедім. Тыныш бол, сен өзіңнен шығардың. Менің күйеуім ондай адам емес деді. Сол сөз мені екінші рет өлтірді. Одан кейін мен ауылға кетіп қалдым. Жездем үйге келгенде дірілдеймін. Ол телефон соғады. Қашан келесің дейді. Бармаймын дедім. Бармасаң бәріне сені жаман қылып айтамын дейді. Мен үндемеймін. Бірақ жүрегімде мен кінәлімін де деген сұрақ қоймайды. Университетке түскенде бәрі таза қыз ба екен деп сұрайтындай көрінді. Бір жігітке ұнап қалсам да мені тастап кетеді деп ойладым. Түнде түсіме жездем кіреді. Сен өзің келістің ғой дейді түсімде. Оянып алып айнаға қарай алмаймын. Еріксіз қосылдым деген сөз мені тірідей жұтып жүрді. Бір күні туысымыздың тойында жездемді көріп қалдым. Ол баяғыша жымиып тұр. Балдызым, амансың ба деді. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Мен оған тура қарай алмай тұрдым. Неге үндемедің деп өзімді ішінен 100 рет ұрдым. Ол кетіп қалды. Мен әлі де тұра бердім. Бір күні өзіме қол салғым келді. Бірақ қолыма суық қаруды алғанда інімнің даусын естідім. Сол күні психологқа жазылдым. Алғаш рет өзімді аштым. Мен кінәлімін бе дедім, еңіреп. Сен бала едің деді ол. Еріксіз қосылу жоқ деді. Сол сөз жүрегімде сәуле боп құйылды. Арада 3 жыл өтті. Әпкеммен қайта бетпе-бет отырдым. Неге сенбедің дедім жылап. Әпкем еңіреп тұрды. Сен айтқанда мен сене алмадым. Отбасымнан айырылып қалам деп қорықтым дейді. Мен де еңіредім. Сен мені қорғай алмадың, бірақ мен өзімді енді жек көрмеймін дедім. Бір күні жездеммен тағы да бетпе-бет келдім. Сен мені жоқ қылдың, білесің бе дедім оған тура қарап. Ол үндемеді. Сен айтып қойсаң жұрт күледі деген сөзің мені жоқ қылды. Енді мен үндемеймін. Мен айтамын, сен мені қорлай алдың, бірақ мені жоя алмадың.
Ол көзін тайдырып әкетті. Қазір мен басқа қалада тұрамын. Психологқа барып жүрмін. Жақында бір жігіт пайда болды. Ол мені түсінеді, құрметтейді. Мені қабылдай аласың ба дедім. Сен кінәлі емессің, сенің жаның таза деді ол. Алғаш рет өзімді адамдай сезіндім. Еріксіз қосылдым деген болмайды. Қыз үндемесе ол келіскені емес, қорыққаны. Қызға сен бұл өмірден алынған ауыр оқиға. Жастарға сабақ болсын деген ниетпен жарыққа шығып отыр. Қыз баланы ғана кінәлаудан бұрын ер баланың тәрбиесіне назар аударуды ұмытпауымыз керек. Қазіргі қоғамда ұл тәрбиесі көбіне назардан тыс қалып жатады. Нәпсісіне ие бола алмаған жігіттің жазаға тартылмай, бәріне қызды кінәлі ету өкінішке орай әлі де бар. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларым ұнап жатса, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.